Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Енді бүгін 4 сымдық ток жолын, мотоциклдегі 5 сымдық ток жолын айырбастаудың жолын көрсететін боламыз. Енді біз динамода 5 сымдыққа өзгертіп алдық, ауыстырып. Енді осы 5 сымдық динамоны 4 сымдық ток жолына қалай жалғау керек, қай жерлерін өзгерту керек, соны көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұндағы 4 сымдық ток жолымен біз салып алған 5 сымдық динамоның 4 тоғы негізінен ұқсас болады. Сол 4 ток сымды өз светімен жалғап аламыз. Жасылын жасылға, көгін көкке, сарысын сарыға, ағын аққа. Осы 4-еуін жалғап алғаннан кейін бізде қызыл сызығы бар қара ток сым асып қалады. Бұл негізі 5 сымды ток жолы мен 4 сымдық ток жолындағы негізгі айырмашылықты тудырып тұрған осы қызыл сызықты қара ток сым. Енді бұл қара ток сымды жалғамаған кезде 5 сымдық динамо 4 сымдық ток жолына ток шығарып бере алмайды. Ашайық. Кнопканы әрине өзінің қосып қояйық. Міне қазір көретін боламыз. Міне өздеріңіз көргендей, свечке ешқандай ток шығарып беріп тұрған жоқ. Енді бұл 4 сымдық динамоны 5 сымдық динамоға айырбастау кезінде міндетті түрде коммутаторды да бірге айырбастағандарыңыз дұрыс. Бұл коммутаторлардың сырты бірдей, көп өзгеріс болмайды, 2 штекермен. Бірақ бұлардың жұмыс жасау барысында өзгешеліктер болады. Сондықтан мынау өзінде тұрған 4 сымдық коммутатор. Енді осы коммутаторды да 5 сымдық коммутаторға айырбастағандарыңыз дұрыс. Екеуі негізінен бірдей. Енді үлкен кішілігінде де аз өзгешеліктер болады. Бірақ негізгі жұмыс жасау қағидаларында 5 сымдық пен 4 сымдыққа өзара бөлек болады. 4 сымдықтың коммутаторын табу сәл қиындау. Тек оны өзіңіз мотоцикл алған жерден арнайы айтып алмаса. Бұл 5 сымдық коммутаторға мына динамодан шыққан қызыл сызығы бар қара ток сым жалғанады. Яғни штекерде кіріп тұрған қара ток сымның орнына дәл осы қызыл сызығы бар қара ток сымды жалғаймыз. Сонда ғана бұл коммутатор свечке ток шығарып береді. Тек свечке ғана ток шығарып береді. Біздің ремонт туралы салған барлық видеоларды көргіңіз келсе, немесе әрқайсы салынған видеоны уақытымен көріп отырамын десеңіз, міндетті түрде каналға жазылып алыңыз. Міне кілтіміз ашық, қызыл кнопкамыз жұмыс жасап тұр. Енді свечке қалай ток беретіндігін көрейік. Бірақ енді бұл барыста кілтке бағынбайды, тек қызыл кнопканың ғана жұмыс жасайтын болады. Енді бұл жерде кілтке бағынбағанның бір жаман жері, кілтіңіз болмаса да мотоцикліңізді басқа біреу теуіп кете береді деген сөз оталдырып. Егер кілтпен де жұмыс жасағаны дұрыс десеңіздер, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Келесі жолы сол туралы видео түсіріп салатын боламын. Бұндағы бұл 2 коммутатордың сырты бірдей, штекерлері бірдей болғанмен жұмыс жасауы біраз өзгешелеу болады. Мына қызыл сызығы бар қара ток сым штекердегі қара ток сымның орнына жалғанады. Ал енді екінші жағында тағы біреуі бар, штекер соғылатын. Ол мотоциклдің өшіп сөнуіне жұмыс жасайтын ток жолы. Егер видео ұнап жатса, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, қолдау білдіріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.